Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, қиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгенбіз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда далан-ау, бәрімізден қалады-ау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Сонау бағзы замандардан есімі бізге жеткен сыпыра жыраудан басталып, 15 ғасырдағы асан қайғыға, одан бергі от ауызды, орақ тілді Махамбет пен Албан Асанға дейінгі сан ғасырға ұласқан қазақтың жыраулық поэзиясын айтпағанда, жазба поэзиясы, Абайдан басталатын қазақ поэзиясы, ұлы әуезовтің сөзімен айтқанда, қайғышер мен нәзік сезімнің ақыны Мағжан мен дауылдай өртке деген Қасым, сыршылда мұңшыл Мұқағали, жұмбақ Жұмекен, асқақ махаббаттың жыршысы Жұматай болып жалғасып керуен тартты. Өзінің сыршылда, мұңшыл, сыншыл поэзиясы арқылы мыңдаған, миллиондаған оқырманның жүрегінен орын алған ғажайып ақындардың бірі Мұқағали әлем оқырмандарымен қазақ болып, қазақтың қара өлеңі болып тілдесіп сырласты. Бұл оның мәңгілік поэзиясымен көпі киген қазақтың қара өлеңінің құдіреті еді. Арғы өлеңдерін білмеймін, қарлығашым келдің бе деген жинағынан бер қарай түгел білем, сөзге рәсуа жасамаған. Ол өзі не істеп, не қойғанын білмет деген ұғымға ешкім сенбейді. Үлкен тұлға өзі білет, не бітіріп, не қойғанын. Соның өзінде Мұқағалидың жазған өлеңі бар. Жігіттер мақтан балық. Бөрікті аспан қатып, аттан салып, жігіттер мақтан балық, мақтан балық. Қашаннан қазақ деген сыр мінезді мақтаусыз да мақтансыз жатқан қалық. Сабырмен сабақ алып дәуірлерден, сабырын саралтыннан тәуір көрген, қазаққа мақтансын деп жер бермеген жерінің кеңдігіндей сабыр берген, иықтасып тұрсын деп елдерменен, қазаққа молшылықты кем бермеген, алайда ата қазақ мақтануды әлімсақтан бер қарай жөн көрмеген. Дәулет шалқып, ырысы аққанында қақысы бар қазақтың мақтануға. Дарақы боп қазағым кетпесін деп сабыры тұр күзетіп арт жағында. Іргелі қазақ болдық сақтар қалып, құс мүндік темір қанат аттар қалып, әйтсе де мақтан балық, мақтан балық. Мақатаевтың өзі де қара өлеңі қазақтың құдіретім, онда бір сұмдық сыр бар естілмеген демей ме? Мұқағали Мақатаев жарты ғасырға жуық ғұмырында 1000-нан астам өлең, Ильч, Мавр, Аққулар ұйықтағанда, Райымбек, Моцарт, Жан азасы деген поэмалар жазды. Құлыптас, Марусияның тауы, өзгермепті, әже әңгімелерімен Қос қарлығаш, жыл құстары повестерін, Қош махаббат пьесасын жарыққа шығарды. Қанаты бар мақұлық кетеді де, қаз-қаз басып қалтырап кария тұр, дәрмені жоқ таяғын көтеруге. Қарашаның қалықтап желіменен, қаздар кетті қоштасып көліменен,
Қайтқан құстың кария қанатына қарайды көзін сүртіп жеңіменен. Қаздар қайтып барады тізбектеліп, іздеп кетті көктемді іздеп келіп, қарашада қалтырап кария тұр, тағыда бір сұп-сұрғылт күзді өткөріп. Қаздар кетті, құлақта үні қалды, жазда кетті, әкетті тұнық әнді. Қайтқан құстан қар үзіп қалса дағы қалтылдаған қария тұрып алды. Қарашаның ұлыса желі гулеп, түсіне бер қаңтардың желігі деп, қисайып бара жатқан карияны сүйей берді баласы келініге. Аударма бағытында да бақсынап, Дантенің құдіретті комедиясының Тамық деген бөлімін, Шекспирдің сонеттерін, Уолт Уитменнің өлеңдерін аударды. Алайда, өмірдің нағыз қызған шағы ортаң беліне келгенде ақынның денсаулығы сыр береді. Оның тұңғыш қызы Ләззат қайтыс болып кетеді. Аталатсаң аталат, боталатпа деген халқымызда қызының өмірден өтуі әке үшін ауыр соққы болды. Басқа салғанына көніп, еңсесін көтеруге ауруы мұрша бермей жүрген кіші қызы Майгүлді Алматыда көлік қағып, бұл өмірмен қош айтысады. Екі қызынан бірде айырылған Мұқағали үшін бұл өмірдің мәні де қалмағандай еді. Күйінді, өкінді. Ауыр қайғылар қабырғасын қайыстырғаннан кейін ауруы да асқына берді. Қайтсем сенің құтылам елесіңнен, отырасың қасыма келесіңде. Сен өлгенсің, жаным-ау, мен тірімін, тірімін, көресің бе? Көнген жаным жазаға қазаға да, өкпелеме, сен енді жазалама, шын болса табысармыз ақиретте. Әзірше жаным мазалама. Мен деген тірі жанмын, сен елессің, білесің ғой өлтірген мен емеспін. Мен үшін артық емес сенен ешкім. Бірақ та сен елессің, сен елессің. Араша тұра алады кім өлімге, жата бер мені күтіп түнегіңде. Әзірге тірі жүрсем бұл өмірде, сенің орның оңаша жүрегімде. Майгүлім, гүлім менің, көгім менің, жүрегің қияр дейсің өлімге кім? Сен менің жүрегімең деген менен елессің, енді маған көрінбегің. Сол жылы Мұқағали өмірден өтер жыл. Фаризаны Бакуде өтетін оқушылардың балалар кітабының апталығында Қазақстан Жазушылар одағының бірінші секретары Әнуар Әлімжанов жібереді. Жолға шығарынан бір күн бұрын редакцияға қалыңдалған көлемді хат келеді. Бұл Мұқағалидың Фаризаға арнаған Фариза қыз. Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ағындардың бір жалғыз, бірімізден арылармыз. Ақыры шыдай жалығармыз. Деп бастау алған сан түрлі аңызға арқау болған жыр шумақтары еді. Бакуде жүріп үйінен Мұқағалидың өмірден өткенін естиді. Қас қылғандай Алматыға ашуға билетте қалмайды. Сөйтіп, ол ақынның соңғы дидарын көре алмай, соңғы сапарына аттандырып сала алмай, сандалықтап Алматыға оралдым деген сабақтайды өзегін өтеген өкінішпін. Қазақтың асыл азаматы, ақиық ақыны 1976 жылы бұл өмірден мәңгілікке аттанып кете барады.